Сәлем достар, өте дәмді, әрі тойымды, әрі тез дайын болатын тамақты бірге дайындайық. Егер де менің видео рецепттерім ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең бірінші фаршымызға тұз, қара бұрышты салып, осылай қолмен езіп араластырамыз. Фаршымыз жұмсақ болып пісу үшін кішкене сүт қосып жібереміз. Келесі кезекте картошканы осылай майдалап, кубиктап тураймыз. Пиязды да өте ұсақтап, кубиктап турап аламыз. Ірімшікті терканың үлкен жағынан өткізіп аламыз. Листті сұйық маймен майлап, фаршымызды видеодағыдай қолмен жайғастырып шығамыз. Одан кейін сақтап туралған пиязымызды салып, үстінен майонезбен жағып жібереміз. Одан кейін ұсақтап туралған картопымызды орналастырып, одан кейін де тағы да бір майонезбен жағып шығып, қасықпен түзеп жібереміз. Осымен дайын болды. Алдын ала қызып тұрған пешке 1 сағат пісіреміз. Пісуге 10 минут қалғанда үкіштен өткен ірімшікті бетінен сеуіп жібереміз. Тағы да 10 минутқа қалдырамыз. Сонымен біздің тамағымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын.